99 ауруға ем деп есептелетін нағыз табиғи өнім ол ешкі сүті. Сәлем достар, бүгінгі тақырып ешкі сүті жөнінде болмақ. Ешкі сүті ол тек аурулардың алдын алып қана қоймайды, келесі ауруларды емдейді. Анемия, аллергия, туберкулез, асқазан ішек жолдары аурулары, диабет, диатезді емдеуде, ағзадан ауыр металдарды, тұздар мен шлактарды шығаруға, көздің көруін жақсы көруіне көмектеседі. Ешкі сүті ішек жұмысын жақсартады, өйткені құрамында дисбактериозға ем дәрумендері өте көп. Бұған тек сүт күйінде емес, йогурт, ірімшік, сүзбе жасап тұтынсаңыз да пайдасы зор. Ешкі сүті асқазан жараларын емдеуде таптырмас ем. Себебі оның құрамында асқазанның ойық жарасына жақсы ем лизоцим бар. Ешкі сүті арқылы аллергиядан арылуға болады. Сиырдың сүтіне көп адамның аллергиясы бар. Ешкі сүті диатезге дауа. Бұл сүтті ана сүтін алмастыра алады деп бекер айтпайды. Сол үшін де осы сүтпен қоректенетін балада диатез кездеспейді. Ешкі сүті сүйекке өте пайдалы. Өйткен себебі құрамында кальций мен Д дәруменіне өте бай болуына байланысты. Ешкі сүті артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ешкі сүті жоғары азықтық және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам. Өзінің физикалық, химиялық қасиеттері мен дәміне сай ешкі сүтінің сиыр немесе басқа да ауыл шаруашылық жануарлардың сүтінен салыстырғанда тиімді, артықшылығы мол. Ешкі сүті де сиыр сүтіндей казеиндік топқа жатады, бірақ ешкі сүтінде сиыр сүтіндегі аллергиялық альфа-казеин жоқ. Сондықтан ол сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдар үшін ұсынылады. Құрамында бета-казеин мол болуына байланысты ешкі сүті ана сүтіне жақын деп есептеледі. Ешкі сүті нәруыздардың көпшілігінің құрамында альбуминнің мол көлемі болуына байланысты құрамдас бөліктерге ыдырайды, яғни қорытылмаған күйінде сіңбей ұсақ үлпектер түрінде ұюға ұшырайды. Сондықтан ол ағзаға жеңіл сіңіп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Құрамында лактозаның төмен мөлшері болуына байланысты бұл өнімді лактоза жеткіліксіздігі бар адамдар үшін қолдануға мүмкіндік етеді. Ешкі сүтіндегі май ағзаға жақсы сіңеді. Ешкі сүтінде адам ағзасының тіндерінде холестерин жиналуына қарсы тұратын ерекше метаболикалық қасиеті бар және ағзаның қорғаныс қызметін арттыратын қанықпаған май қышқылдарының 67% бар. Жоғарыда келтірілген артықшылықтарынан басқа ешкі сүтінде көп кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, А, В, Д дәрумендері, аскорбин қышқылы бар. B12 дәруменінің құрамына кіретін және қан өндіру үрдісіне жауап беретін кобальттың мөлшері сиыр сүтімен салыстырғанда ешкі сүтінде 6 есе көп. Сиыр сүтінің құрамындағы кальций мөлшерінің мол болуы жүрек қан тамыр жүйесіне оңтайлы әсер етеді. Бірақ ешкі сүті сиыр сүтіндегідей темірге өте бай емес. Темір қандағы гемоглобиннің түзілуіне қажет. Дегенмен ешкі сүтіндегі темір жақсы сіңеді. Ешкі сүтінің көптеген емдік қасиеті бар болуына байланысты, жалпы қазір педиатрлар ешкі сүтін қолдауда. Балаларды қоректендіруде сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүті жағымды келеді. Сүті үшін ана сүтіне жететін тағам жоқ, бірақ жасанды немесе аралас қоректендіруде ешкі сүті ана сүтін алмастыру үшін лайықты және 6 айдан асқан балалар үшін қосымша қорек ретінде пайдалануға болады. Қорыта айтқанда, ешкі сүтін ерекше химиялық құрамына сай пайдалы тағамдар өнімдеріне жатқызуға болады. Деніңіз